Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Асқарбек Арман Шалабайұлы. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы маркетингтік аналитика және де AI мен шешім қабылдау. Алдыңғы дәрістерде біз контент, жарнама, бренд позициялау, тұтынушы тәжірибесін қарастырдық. Енді осы маркетингтік әрекеттердің нақты нәтижесін қалай өлшейтінімізге назар аударамыз. Бүгін және AI көмегімен маркетингтік деректерді талдауды, негізгі метрикаларды түсіндіруді және де талдау нәтижесінің негізінде шешім қабылдауды үйренеміз. Сонымен бірге AI мен бірге қорытындыларды неліктен міндетті түрде тексеру қажет екенін талқылаймыз. Дәрісте қамтылатын сұрақтар: бірінші сұрақ бұл маркетингтік аналитиканың мәнін, негізгі көрсеткіштерін және ондағы AI-дің рөлін қарастырамыз. Екіншіден, AI көмегімен науқан, сайт және де сатып алу деректерін талдаудың кезеңдерін түсіндіреміз. Үшіншіден, деректерде негізделген шешім қабылдауға қағидасына және де AI талдауын шектеулеріне тоқталамыз. Бұл бөлімдер маркетингтік әрекетті жай орындап қана қоймай, оның нәтижесін өлшеуге, әлсіз тұстарын анықтауға және де келесі шешімнің нақты деректерге сүйеніп қабылдануға мүмкіндік береді. Алдымен негізгі ұғымдарға тоқтала кетсек, бұл маркетингтік аналитика. Маркетинг тиімділігін өлшеу, түсіндіру және де жақсарту мақсатында деректерді жинау және де талдау процесі. Метрика немесе KPI нәтижені өлшейтін сандық көрсеткіш. Оларға қамту, CTR, конверсия немесе ROMI жатады. Конверсия жарнаманы көрген немесе басқан адамдардың ішінен сатып алу, тіркелу немесе өтінім беру секілді мақсатты әрекетті орындағандардың үлесі. ROMI маркетингке салынған инвестициялық қаншалықты қайтарым бергенін көрсететін көрсеткіш. Ал болжамдық аналитика тарихи деректерге сүйеніп, болашақ сұранысты, тұтынушылардың мінез құлқын немесе кету қаупін болжауға мүмкіндік береді. Демек, аналитика өткен нәтижені түсіндірумен қатар, болашақ әрекетті жоспарлауға да көмектеседі. Бұл слайдтағы маркетингтік воронкаға назар салсақ, бірінші деңгей бұл қамту. Мысалда, жарнаманың 100 000 адам көрген бір көрсеткіш коммуникацияның аудиторияға қаншалықты кең таралғанын сипаттайды. Екінші деңгейде бұл CTR, яғни көргендердің ішінен жарнаманы басқандардың үлесі. Мысалда 5000 адам жарнаманы басқан. Егер қамту жоғары болып CTR төмен болса, визуал тақырып немесе ұсыныстарды аудиторияның қызықтырмаған болуы мүмкін. Үшінші деңгей бұл конверсия. Мұнда басқан адамдардың ішінен 300 адам сатып алған. Соңғы деңгейде ROMI есептеліп, науқанның бизнеске нақты қайтарымы бағаланады. AI осы кезеңдерді салыстырып, тұтынушылардың қай жерде жоғалтатынын, қандай арнаның әлсіз екенін және де бюджетті қай бағытқа ауыстыруға болатынын анықтайды. AI көмегімен деректерді талдау 4 қадамнан тұрады. Ол бірінші қадам деректерді дайындау, науқан есептері, сайт аналитикасы немесе сату кестесі қажетті форматта экспортталады. Екінші қадамда бұл файл AI жүйесіне жүктеліп, контекст түсіндіріледі. Яғни кестедегі бағандардың мағынасы, уақыт кезеңі және талдаудың мақсаты нақты берілу керек. Үшінші қадамда бұл сұрақтарды қою. Алдымен негізгі тренд қандай деген жалпы сұрақтардан бастап, кейін қай арнаның конверсиясы төмен, немесе бюджетті қалай бөлу керек деген секілді сұрақтарға көшуге болады. Төртінші қадам бұл нәтижені тексеру. AI жасаған есептеулердің бастапқы кестемен міндетті түрде салыстырылады. Қарапайым тілмен айтқанда, маркетолог деректермен табиғи тілде сөйлесе алады. Бірақ жауапты тексермей қабылдамау керек. Енді негізгі метрикаларды салыстырайық. Қамту аудиторияның көлемін, ал CTR жарнаманың қызығушылық тудыратын қабілетін көрсетеді. AI арналар мен креативтерді салыстырып, әлсіз хабарламаларды анықтауға көмектесе алады. Конверсия мақсатты әрекетке жеткендердің үлесін көрсетсе, AI ол жерде воронканың қай сатысында тұтынушылардың жоғалтатынын тауып, ықтимал себептерін ұсына алады. Customer Acquisition Cost тарту құны бір клиентті тартуға жұмсалған орташа шығын. Бұл көрсеткіш арқылы арналардың экономикалық тиімділігін салыстыра аламыз. ROMI маркетингтік инвестицияның қайтарымын бағалайды. Ал қатысым көрсеткіші аудиторияның контентпен әрекеттесуін өлшейді. AI қай форматта жақсы жұмыс істейтінін анықтап, контент жоспарды түзетуге өз кезегінде септігін тигізе алуы мүмкін.
Демек, әр метрика маркетингтік үдерістің жеке сұрағына жауап бере алады. Ал енді практикалық мысалға көшсек, слайдта эко-сөмке брендінің 3 айлық науқан деректері берілген. Осы деректерде негізінде AI бюджеттің бір бөлігін Телеграмға ауыстыруды, Инстаграмдағы ретаргетинг қосуды және TikTok креативтерін қайта тестілеуді ұсынады. Бірақ мұндай ұсыныстар бизнес мақсаты мен арналардың ұзақ мерзімді рөлін ескеріп отырып бағалануы керек. AI талдануының 3 негізгі шектеуі бар. Бұл бірінші есептеулердің дұрыстығы. AI қосынды пайыз немесе формула есептеу кезінде қате жіберуі мүмкін. Сол себепті негізгі көрсеткіштерді іріктеп қайта есептеу қажет. Екінші шектеу бұл корреляция себеп емес қағидасы. Мысалға, жарнама іске қосылған кезде сатылым өсуі мүмкін, бірақ өсімнің нақты себебін науқан емес, маусымдық сұраныс болуы ықтимал. Мұны бизнес контексті білетін адам ғана анықтайды. Үшінші шектеу бұл деректердің сапасы. Толық емес немесе қате жиналған деректердің негізделген талдау көрнекі болғанымен жаңсақ шешімге әкеліп соқтырады. Сонымен қатар аты жөні немесе телефон нөмірі сияқты дербес деректерді сыртқы AI сервисіне жүктелмес бұрын міндетті түрде анонимделуі керек. Бұл слайдта көріп тұрғандарыңызда AI талдауының қорытынды дэшборды көрсетілген. Жалпы CTR 5,2% конверсия, 4,7%, ал клиенттерді тарту құны 200 мың теңге ретінде берілген. Арналарды салыстырғанда Telegram жоғары ROI мен төменгі тарту көрсетіліп отыр. Instagram'да көп трафик әкелгенімен сатып алуға дайын аудиторияның үлесі төмен. TikTok қамту жағынан жақсы нәтиже көрсетеді, бірақ конверсиясы әлсіз. Google Ads тұрақты тапсырыс бергенімен шығын салыстырмалы түрде жоғары. AI осыдан кейін Telegram'да бюджетін арттыру, Instagram'да ретаргетингті қосу, TikTok'та АБ тестілеуін жүргізу және де қайта сатып алуға арналған email ұсыныстарын дайындауға жөніндегі ұсыным береді. Бұл қорытынды шешім емес, яғни маркетологқа берілетін ұсыныс, және де дәл соны аналитикалық түрде бейімдеп негіздеуі керек өз шешімін. Ал енді сабағымызды қорытындылай кетсек, біріншіден Gen AI маркетингтік аналитиканы әр маркетологқа қолжетімді етті. Енді күрделі кестелерді табиғи тілде талдап, метрикалардың мағынасын түсіндіруге болады. Екіншіден AI қамту, CTR, конверсия, Customer Acquisition Cost, ROI көрсеткіштерін салыстырып, трендтерді, әлсіз кезеңдерді және де ықтимал шешімдерді ұсына алады. Бұл маркетингтік шешімдердің интуициядан деректерге көшіруге көмектеседі. Үшіншіден, AI талдауы міндетті түрде адамның бақылауынан өтуі керек. Есептеулер мен деректердің сапасы, яғни құпиялылық және де құпиялылық сақталуы керек. Өздеріңіз білетіндей, жалпы берілетін ақпараттардың барлығы ол маркетологтың өзінің ақпарат сүзгісінен өтіп, түпкілікті шешімді ол AI-ға емес, өзіне алған жөн. Себебі заманауи маркетологтың негізгі құзыреті бұл AI-ға дұрыс сұрақ қойып, оның жауабын сыни бағалай алу. Осымен сабағымыз тәмам. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.